Саламатсыздар. Қандай кек жарайтынын көрсетіп өтейін. Кез келген магазиннен мына бейіні бар, РНН бар, срогы өтпеген, таза өзіңіз сатып алған продуктілердің чектері жарайды. Және аптекалардан. Қалада Шымкентте Магнум, Громат, Емарт және біраз аптекалар бар. Солардың чектері жарайды. Ол чекте мынандай QR коды бар, болу керек, жыртылмаған, мыжылмаған болу керек. Міне, сіздер чекті жіберетін кезде алғашқыда таңдайсыздар. Бірінші тіркелесіздер ссылканы мен комментарийдің астына қалдырып кетемін. Қазіргі таңда мына печенье, лапша, масло, сүт жарап тұр. Осыларды жіберсем болады мен. Негізі мен бұл чекті қолдан қойғам. Қазір мен көрсетейін қалай тіркелетінін. Google аккаунтқа кіріп досмарт деп жазасыздар мені. Ағылшынша немесе орысшада жазсаңыздар болады. Енді мен орысша жазам, себебі мен постоянно кірем оған. Регистрация жасаласыздар ссылкамен. Мен комментарийдің астына ссылка қалдырып қоямын. Менде әзірге жиналғаны 98 теңге. Бұл менің екінші номерім. Осы уақытқа дейін 862 теңге жиналған, 28 чек жібергенмін. Міне мен таңдаймын. Мысалға сүт сатып алдым. Получить кешбекті басам. Жұмыртқа сатып алдым. Оны да таңдайсыз. Қызанақ, хлебцы сатып алдым. Мысалға да осылардың бәрін таңдап шығасыз. Сіз не сатып алдыңыз, соның бәрін таңдайсыз. Міне отправка чека. Мына жерде загрузка чека. Күнді жазасыз. Уақытысын жазасыз, итоговый сумманы жазасыз және отправить етесіз. Міне. Сосын сізге статус деген сөз шығады, соны басып қоясыз. Мына жерде чектің жіберілгенін көре аласыз. Сізге 7 чек жібере аласыз, одан асырамайсыз. Бұны жинасаңыздар да болады, единица қылып жаратсаңыздар да болады. Кейін вывести кэшбэк дейсіздер, сіздерден сұрайды. Баланс қылып лақтырғасаңыздар болады және айту кошелекқа. Айту кошелекқа жинасаңыздар да болады. Конвертация кэшбэкқа дегеніміз, мысалға конвертация мынаны басасыз. И сізден сұрайды, 200 теңгеден асу керек. Алсер магазин бытовой техники, цифровой техники. Осыған да ауыстырсаңыздар болады. Менде қазір недостаточно средств тұр. Мен жинап жатырмын. Себебі Алсер магазиннен бір зат сатып алып, осы промокодқа ауыстырып 5000 теңге скидка жасап алсам болады. Мысалға, мен үтік сатып алып жатырмын 20000 теңгеге. И менде кэшбэкте 500 теңге болса, 5000 теңге сіздерге скидка жасап береді деген сөз ол. Міне осындай варианттар да бар. Пока мен оны жинай берем. Қазір айту кошелекті да көрсетемін. Міне айту кошелек дегенді Play Market'тен тартып аласыздар. Менде бұрын баланс болған. Мен оны жинап жаратып тастадым. Міне историядан көре аласыздар. Оны сақтасаңыздар да болады, жаңағы жинасаңыздар да болады. Сразу жаратып тастасаңыздар да болады. И сіздің әр шақырған досыңызға 200 теңге түсіп отырады. Енді мен бұл жерде единица қылып тастап отырғам. Түскен ақша